Бәріңе сәлем. Бүгін жаңғақ печеньесін жасайтын боламыз. 250 грамм сары майға 50 грамм шекер салып, 2 жұмыртқаны салып, 18 грамм қопсытқышты салып, араластырамыз. Ақырындап 8 қамыр шыққанша ұн саламыз. Қызып тұрған жаңғақ формасының екі бетін майлап, қамырды бөлшектеп салып, пісіріп аламыз. Міне осындай жаңғақшалар шығады. Олардың шеттерін жақсылап қырқып аламыз. Бізге енді мынандай варенка керек. Варенканы ашып аламыз. Енді әдемі жаңғақшаларымыздың ішіне салып шығамыз. Жаңғақша печеньелеріміз дайын. Бізге ас болсын.